Қартайған атасы мен немересі. Атасы әбден қаусады. Қарға адым жер жүре алмайды. Көзі көруден, құлағы естуден қалып тісі түгел түсіпті. Ішкен тамағы езуінен ағып кете беретін. Ұлы мен келіні оны үстел басына отырғызуды қойып, тамақты пештің түбіне беретін болды. Бірде түскі асын тостағанға салып әкелді. Ол ыдысты ұстаймын деп, қолынан түсіріп сындырып алды. Келіні үйді бүлдіріп, тостағанды сындырғаны үшін шалдың жер-жебіріне жете жекіп, енді оған тамақты ағаш астаудан ішкіземін деп бұрқылдады. Қария күрсінді де қойды, ештеңе демеді. Бірде күйеуі мен әйелі үйде еді. Қараса ұлдары еденде тақтаймен ойнап, әлденені жонып жатты. Әкесі: «Сен не істеп жатырсың, Миша?» деп сұрады. Ал Миша: «Әкешім, мен бұдан ағаш астау істеймін. Бір кезде сендер анам екеуің қартайған кезде осы астаудан тамақ беретін боламын» деп жауап берді. Әйел мен күйеуі бір-біріне қарап жылап жіберді. Қарияны сонша жәбірлегендері үшін ұялды. Сол сәттен бастап оны үстел басына отырғызып, құрметтеп күтіп бағатын болды.